Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода менің кезекті дайындалған жартылай фабрикаттардың түрлерімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Дайындаған тағамдардың құрамын, мөлшерін, граммдарын төменде описание бөлімінде міндетті түрде жазып қалдыратын боламын. Алдымен түйілген манты дайындайтын боламын. Илегіштен өткізілген ұнға тұз қосылған суды қоса отырып, сәл қаттырақ етіп қамыр илеймін. Иленген қамырды пакетке салып 30 минутқа тындырып қоямын. Қамырым тынғанша салмасын дайындайтын боламын. Тартылған етке көбірек етіп пияз турап саламын. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамын. Мұнда менің етім майлы болмағандықтан сәл сұйық май қостым. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Салмамыз осымен дайын болды. Қамырым тынып болды. Енді жаюға ыңғайлы болу үшін 3-ке бөліп жаятын боламын. Қамырымды жұқалап жайып алдым. Енді орташа формадағы кесемен домалақтап кесіп аламын. Енді әдемілеп манты түйетін боламын. Түйіп болған мантыларымды мұздатқышқа қатырамын. Қатқан соң пакеттерге салып қоямын. Енді пельмендерге қамыр илеймін. Илегіштен өткізілген ұнға тұз қосылған суды, сұйық майды қосып өте тығыз етіп қамыр илеймін. Салмасына тартылған етке блендерден езілген бір пиязды, дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, бәрін жақсылап біркелкі болғанша араластырамын.
Қамырым тынып болды, енді 4 бөлікке бөліп жұқалап жаямын. Пельменді дайындайтын қалыпқа алдымен ұн сеуіп аламын. Бетіне қамырды жайып, ұяшықтарға салмасын салып шығамын. Енді үстіне екінші қамырды жаямын, оқтаумен басып формалары бөлінгенше жүргіземін. Артылған қамырды елеп, қайта тындырып қоямын. Қалыптан пельмендерді шығарып, араларын ажыратып, мұздатқышқа қатыратын боламын. Артылып қалған салмадан фрикадельке жасап, оны да мұздатқышқа қатырып қойдым. Келесі жартылай фабрикатым тауықтың төс етінен котлет жасаймын. Жуып, кептіріп алған тауықтың төс етін тура блендерге саламын. Сарымсақ, пияз, жұмыртқа, дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, блендерден тартып аламын. Котлеттің ортасына сыр қосамын, алдын ала турап дайындап аламын. Енді осы тартылған еттің ортасына сырды салып, домалақтап нанның үгіндісіне аунататын боламын. Бұл нанның үгіндісін қалай жасауға болатыны менің каналымда бар. Каналыма өтіп көрсеңіздер болады. Дайын болған котлеттерді мұздатқышта қатырамын. Пісіретін кезде ерітпей, пеште немесе табада баяу отта қуырып аламын. Келесі жартылай фабрикат тауықтың аяқтарын дайындаймын. Тауықтың аяқтарының терісін кесіп, төмен түсіріп орап, ағаш таяқшасымен қыстырып қоямын.
Енді маринад дайындаймын. Тұз, сарымсақ, томат, сұйық май, қыша, паприка қосып араластырып дайындап аламын. Тауықтың аяқтарын көріп тұрғандарыңыздай кесіп алып, маринадты жағып шығамын. Дайын болған тауықтың аяқтарын мұздатқышта қатырамын. Пісіретін кезде ерітпей пеште пісіре беремін. Жартылай фабрикаттарым дайын болды. Қамыр еш жерінде жарылмады қатқан кезінде. Енді асығып тұрғанда шығарып пісіре саламын. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Видеом пайдалы болса лайк басып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.